Адам өмірін еңбексіз елестету мүмкін емес. Біз еңбектің арқасында өмірімізді жақсы жаққа өзгертіп, қабілеттерімізді шыңдай аламыз, жаңашылдыққа ұмтыламыз. Еңбек әр отбасының әл-ауқатының негізі. Мамандық пен қызметтің түрі сан алуан. Алайда әр адамға ең маңыздысы жаны сүйетін, өзіне және қоғамға пайдалы әрі табысты ісінің болуы. Еңбек етуде ата кәсібін жалғастырып, мамандықтың үлкеннен кішіге таруы, бүкіл отбасының ортақ еңбек түрімен айналысуы сол әулеттің еңбек жолын жалғастыру династия болып табылады. Біздің отбасымыздың стажы қарап отырғанда 700 жылдан астам. Біздің ең бірінші бастағанымыз ол атамыз Шормақұлы Есім атамыз бастаған. Ол Түрксіб саласында істеп, бірінші темір жолы салынған адам. 31 жылы басталғанда Түрксіб салына бастағанда содан бастаған. Сол атамыздан 12 бала болған, 12 баланың ішінде 10-ы темір жолшы болған. Енді құдай бұйыртса, енді немеремізде сол темір жолы саласында көргіземіз, енді қалай қалауын, қалай болатын. Еңбек династияларының дәстүрлі отбасылық идеялары бар. Мәселен, бір отбасы медицина саласының мамандары болса, енді бірі құрылыс не өндіріс саласын таңдап жатады. Ал енді біреулері өз миссиясының ұстаздық ету деп біледі. Мен өзім ұстаздар әулетінде дүниеге келгендіктен, мамандық таңдау кезінде ешқандай қиындық туындырмады. Басқа мамандықтарды біз тіптен қарастырмадық та. Мұғалімдік ол біздің қанымызда бар нәрсе. Себебі атам Байғалық, әжем Сәуле, әкем Мейрамов, анам Күлтай осы салада үлкен еңбек етуде. Біздің отбасымыздағы елеулі мерекелердің бірі болып табылатын 1 қыркүйек пен 25 мамыр бізге өте үлкен қуаныштар сыйлайды. Елімізде көптеген мамандықтар жақсы дамыған. Әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері де бар. Қабілеттілікті шыңдау арқылы дәрігер, инженер, экономист, сатушы, адвокат, құрылысшы да болуы мүмкін. Ең бастысы адамның жүрек қалауының болуы. Жұмысына ерекше құлшыныспен барып, өзіне көңілі толып үйіне қайтатын адам бақытты адам. Еңбектеніңіздер. Кәсіби дағдыларыңызды шыңдаңыздар. Жолыңызда қандай қиындық туындаса да тоқтамаңыздар. Бар күш-жігерімізбен еңбектенсек, болашағы жарқын, гүлденген Қазақстанды бірге құрамыз. Баланы ерте жасынан еңбекшіл болуға, өзгенің еңбегін бағалауға үйрету қажет. Қашанда еңбектеріңіз жемісті болып, құрмет пен қуанышқа бөленіңіздер.